болған балаларға арналған фильм. Биікке самға, құпиян ашып, бар әлемге. Питер Пен. Қиялмен биікке самға, құпиян ашып, бар әлемге. Қиялмен биікке самға, құпиян ашып, бар әлемге. Сағымдар еліндегі дарындылар. Мүмкін емес, ешқашан дұрыс ойнамаспын. Алақай, таңғажайып нәрсеге тап болдым. Алдымен сен айт. Академиялық сурет сайысына мектептің атынан қатысуға мені таңдады. Мәссаған, ал сен ше өнде? HDB-ның бірінші айналымына таңдалдым. Телешоудағы бейтанысынама? Мәссаған! Оның талаптары жоғары ғой. Өміріңде бірде-бір рет би сабағына бармадың. Қалай өтіп жүрсің? Қалай болушы еді? Қабілетке байланысты. Енді екеуіңді де құттықтаймын. Не болды, Джон? Бәрі дұрыс па? Біз үшін қуанбайсың ба? Әрине қуанам. Мәселе мынада. Екеуің де дарындысыңдар. Ал мен дарынды емеспін. Ал күйсандық ше? Ұзақ жаттықсам да күйсандықта жақсы ойнай алмаймын. Бірақ сендерде табиғи дарын бар. Бұл өзгеше. Сәлем, қалайсыңдар достар? Сағымдар елінде дайсыңдар ма? Әлбетте, ол жақта сергіп қалам. Қане, мынаны алайын. Кетті! Бізге не дайындап қойдың, Питер? Қызық жайттарды көретін боламыз. Бүгін Сағымдар елінде дарындылар шоу өтеді. Жетпеген осы еді. Өте жақсы. Бәрі де көңіл көтерулерің үшін. Жуыныңыз. Біраздан соң жуынам. Бірнеше күн бұрын да біраздан соң жуынам дегенсіз. Осы да жетер капитан. Қазір жуынасыз. Жуынасыз. Естідің бе? Барып не болып жатқанын көрейін. Бұл кеменің басшысы болғандықтан жолдастарымды қорғауға тиіспен. Иә, әрине. Жолдастарыңызды қорғау жуынудан жалтарудың бірден бір сылтау емес пе, капитан? Әрине жоқ, Смей мырза. Иә, дұрыс. Сонымен, дарындылар шоуы қалай өтеді? Әркім қарақшыларға шабуылдау үшін ойлап тапқан әдістерін басқаларға көрсетеді. Сонымен, кім бірінші? Мен КПР әдісін жасамақшымын. Бұлай. Келесі кім? Мен. Енді көзіңді байлап тастайық. Дайын балақай.
екен. Ұзақ уақыт алған болар. Олай емес. Себебі қабілет қанымызда бар. Түсінікті. Мен біраз серуендеп келем. Ойланып ойымды жинақтап алайын. Бұл шаруаны жақсы атқарғандықтан аттракционды саябақта ойнасақ қайтеді? Кәнеке капитан, ақымақтық жасамаңыз. Доғарсы ми мырза. Айтып тұрмын, қасқыр кеменің түбіне жасырынып қалды. Осы сылтауларыңызда жетері болды. Және... Не болды? Қасқырды көрдің бе? Ескерттім Смей мырза. Жуыны үшін ойлап тапқан айлаң болса... Менің қармақтарым ұрланды. Түгелдей біреуі қалмапты. Жоқ. Тіпті Санта берген алтын қармағым да жоқ. Кім? Мұндай қатыгездікке кім барды? Бұл емес. Бұл да емес. Оу! Ай, бұл да емес. Ау! Сиена? Әсіндеген боларсың. Ақымақ капитан деу керек. Тіпті көрінбейтін қармақты да ала алмаған ақымақтық оған тән. Көрінбейтін дей ме? Бұл керемет дарындылық болма. Қараңыз. Ол туралы кітапта болуы керек. Тілек ағашы, жабайы әуендер, сиқырлы қауырсын. Мінекей ол, көрінбейтін қармақ. Қармақ көрінбейтін сиямен жазылыпты. Тапқырлы. Басқа шешімін табуым керек. Көрінбейтін қармақ менікі, Джон Дарлин. Жоқ, менікі. Я сіздікі, капитан. Аяқталып қалды. Енді ақымақ қарақшылардың бізден сақ болғандары жөн. Ай, достар, көмек қажет. Не болды, Джон? Бір жерде көрінбейтін қармақ бар. Соны тапқым келеді. Ал мен саған бірдеңе боп қалды ма десем? Зәремді ұшырып жібердің ғой. Сонда көрінбейтін қармақ саған не үшін қажет? Себебі менің еш дарыным жоқ. Мұның бос сөз, Джон. Қабілетің мынада. Я, мұны жақсы ой деуге келмес. Әлгі қармақтың белгілі бір себеппен жасырылғаны анық. Мейлі, егер оны менен бұрын Сиенаның тауып алғанын қаласам... Сиена, мұны мен не айтпақсың? Ол да қармақты іздеп жүр. Қармақ жайлы содан естідім. Егер ұры қолына өзін көрсетпейтін бір нәрсе алса, соңы жақсы болмас. Жақсы жеңдің, Джон. Көмектесеміз. Жа, әлгі қармақ қайда? Білмейм. Сағым елінің кітабында ол бет көрінбейтін сиямен жазылған екен. Егер көмектессеңдер, қалай табуға болатынын білетін сияқтымын. Бізді қайда апарасың, Джон? Міне, мына жаққа. Соңымнан еріңдер. Мұнда кім бар? Шық бері. Смей мырза, тыныш.
Жақсы, Смей мырза, және тездет, оларды жоғалтып алармыз. Мына жақта. Ха, жарайды. Бұл қандай жер? Қайда олар? Жаңа ғана осындай еді. Қонақ келді. Бері кел, кішкентай перизат. Тезірек лабиринтке кірейік. О, жақсы қыз, басқа қыз. Ей, бізбен қал. Саған айтар әңгімеміз көп. Тамаша, достарымыз көп. Болған Меніңше келген сияқтымыз. Сонда арман айнасы ма? Иә, әлгі қармақты табуға құштармын. Сондықтан мен мына айнаға қарасам, оны тауып жатқанымды көремін. Апырай, анаған қара. Бірақ көп нәрсе көрмей тұрмыз. Бар болғаны үлкен тас пен құм ғана. Жеткіліксіз айғақ. Рас қой. Әзілдеп тұрмысың, керемет қой. Өсімдіктер рас, жартылай шөлді аймақ. Құм қараңғы және дымқыл. Қара. Және күннен тасаланған жер. Бәлкім тау секілді биік болар. Міне, қарасаңшы. Мына көлеңке қураған ағаштыкіне ұқсайды. Меніңше, Питон тауының көшкіні секілді. Мәссаған, міне ғажап. Иә, тездеткеніміз жөн. Себебі ол сағымдар елінің арғы бетінде орналасқан. Ендеше кеттік. Питон тауы. Көшкен. Төте жолды білем. Жеткен сияқтымыз. Қарма қайда жасырылған екен? Уэнди, Майкл, мына жақтан іздеңдер. Сыңғыр екеуміз ана жақтан іздейміз. Джон? Джон? Джон, ол не істегелі жатыр? Жаңағыдай көлеңкемен ол жартастың сол жағында болу керек. Осы аймақта болуға тиіс. Иә, жақсы! Әй, оны таптым! Бәлі! Мәссаған. Көрінбейтін дарын енді менікі. Рахмет, Джон. Маған тауып бергенің қандай жақсы болды. О, неткен сыпайы едіңдер. Бекер тырыстыңдар. Иә, дұрыс айтасың. Бекер тырыстық. Ей, қане, бері кел. Мынаны істедің бе? А? Смей мырза, бос тұрма. Қармағымды ұрлады. Маған бір ой келді. Екеуіңді мені жіберіңдер. Иә, Ясмин мырза. Өзіңді мықтымын деймісің? Қағып алам! Бері кел. Бетпе-бет кездес. О, әрине кездесем, Питер. Күтпеген жерден келемін. Ол уақытта бойыңды үрей билейтін болады. Үрей?
мұны мен не айтпақсың? Артыңнан тебуді айтам. Питер, сонда қас дұшпанымыз көзімізге көрінбей, кез келген уақытта ойламаған жерден келіп бізге шабуыл жасай алады деп нақты айта аламыз ба сонда? Иә. Айтпақшы, қолымызда тұтқын бар ғой. Асықпаңыз, Сме мырза. Көңіл көтеріп рахаттанып отырмыз. Оған еш шүбә жоқ. Не себепті қарақшы өмірін таңдағанымды ұқтым. Капитансыз жақсы келсесің бе? Иә, капитансыз жақсы екен. Дөрекі сөйлеп айқайлайды, неге айқайлай береді? Себебі оған ұнайды әрине. Даусыңызды естідік, бірақ көрмей тұрмыз, капитан. Емес капитанның елесі бізге шабуылдауға келді. Ақымақ қарақшылар, мен елес емеспін. Тек көрінбеймін. Тынышталыңдар, жетер. Айтып тұрмын ғой, елес емеспін. Шындықты айтып тұрғаныңа дәлелің бар ма? Қалай ойлайсың? Елес осылай тебе ме? Тура шымен теппесең болмайды. Мен ойлағаннан да қиын болғалы тұр. Тамаша, жаңа қабілетімізді сынақтан өткізейік бе? Жаңа қабілет пе? Қандай қабілет? Соны айтады деп ойлайсың ба не? Иә. Айтпақшы мұнда не істеп жүрсің? Енді көрінбейтін қармақты алуға көмектеспекпін. Оның капитанда болғанын қаламай. Иә, дұрыс. Сенде болғаны дұрыс қой. Дәл солай. Қап. Уақытқа қарамаппын. Кетуім керек. Менің туған пісіруім керек. Қармақ қолдың көрінбейтініне сендіргісі келді. Бос сөз. Жоқ, олай емес. Бұл менің кінәм. Қабілетімнің жоқтығымен қоймай, сені бақмақтық жасадым. Соңы жақсы болмады. Жоқ, қандай дарының барын мен білемін. Тіпті дарындарынды дедім. Иә, ешкімнің ойына кіріп шықпаған жерден қармақты табалдың. Сондықтан тапқырлығыңмен зейініңе тәнтіміз. Қармақ қолды қолға түсіру үшін жоспар құрып, бәріміз өз дарынымызды қолдансақ қайтеді. Жақсы. Бірақ алдымен капитанға хабарлама жіберуіміз керек. Майкл, сурет салу үшін қажетті құралдарымды әкелесің бе? Әрине келем. Қалғанымызға келсек, міне, бұлай жасаймыз. Қараңдар, міне, қолымда қармақ жоқ. Мені көре аласыңдар. Ал қазір оны қайта ұстағанда, мені мүлдем көрмейсіңдер. Сонда кейде көрініп, кейде көрінбейтін бір елессіз ба не? Қойш, рас па? Бұл не өзі? Келіссөз жүргізбекші. Неткен ақылды десеңші. Қане, кеттік. Кездесетін жеріміз бұл жерден алыс. Жүріңдер. Сізге ерер едік, капитан, бірақ сіз қайдасыз? Мұндамын, ақымақ. Кездетіңдер. Көрінбейтін елеске еру үшінші көздеріңді жұму керек. Көздеріңді ашыңдар, дереу ашыңдар. Мына жаққа кеткен секілді. Тоқтаңдар, мені күтсіңдерші. Асыққанымыз жөн. Көңілді Роджер тым алыс емес. Ол жақындады. Оның аяғы серің көрді. Капитан, осындасың ба? Смей мырзаны боза. Көрінбейтін қармақты берсең ғана босатам. Деңіз капитан лайық емеспін. Білем, Смей мырза, бірақ уайымдама. Бәрібір құтқарамын. Көрінбейтін дұшпанға олар қалай қарсы шықпақшы? Міне бұлай. Екеуміз бетпе-бет
рет шайқасамыз, капитан. Бас киімімді тастамайды деп сендің бе? Мені ұстай алмайсың. Мені оңай жеңем деп ойлама. Асықпа, капитан. Қайда қашам деп ойлайсың? Ай! Сәлем, капитан. Қайта көргенімізге өте қуаныштымыз. Алақай, қолымыздан келді. Уэнди, байқа. Капитан, мені құтқардыңыз. Капитан, Енді ештеңені ести алмаймын. Иә, қолыңнан келді. Иә, бәрекелді. Ал менің шыдамым жетпес еді. Немесе жігерім десеңші. Ал сенші, Уэнди, келесі қабілетіңді іске қосасың ба? Өзің білесің, әлемдегі бірінші ертегі айтқыш. Осылай қиылып тұрсаң, қалай бастардай? Ерте заманда, өте ертеде. Алыс, алыс, алыс ғаламшарда. Сәлден соң маған да ертегі айтып бер, сыңғыр. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударымды бастаған